Джозеф Робинет Байден, американдық саяси және мемлекеттік қайраткер, демократиялық партияның мүшесі. 2021 жылдың 20 қаңтарынан бастап ақш-тың 46-шы президенті. Джо Байден 1942 жылы 20 қарашада туылған. Ата-анасы Солтүстік Ирландияның тумасы. Байден бала кезінен кекеш болған. 10 жасар Байденге сыныптастары көп жәбір көрсеткен. Ол өз фамилиясын бірден айта алмағандықтан, оның мектептегі лақап аты Бай-бай болған. Жас Байден берілген жоқ. Ол сабақ барысында оқу қажет мәтіндерді үйінен жаттап баратын. Айна алдында көптеген тақпақтарды қайталап айтып, 30 жастан асқанда кекештігін жеңді. Байден 1972 жылы көлік апаты салдарынан бірінші әйелі Нейлия Хантер мен қызы Наомиден айырылды. Оның екі ұлы Бо және Хантер көлікте болып аман қалған. Жол көлік оқиғасынан бірнеше апта бұрын 29 жастағы Джо республикандық үміткерді жеңіп, сенатор атанған болатын. Сол себепті Байден антты ұлдары жатқан аурухана палатасында қабылдаған. Байденнің айтуынша, оның ата-анасы ішімдікке әуес болған. Сол себепті ол ішімдік ішпейді, темекі шекпейді. Байден балмұздақты өте қатты жақсы көреді. Оның айтуынша, ол басқаларға қарағанда балмұздақты 3 есе көп жейді. Сиракуз университетінің заң факультетін аяқтаған соң, Джо Байден Вьетнам соғысында әскери міндетін өтеуге шақырылған. Алайда демікпемен ауыратындығына орай соғыстан аман қалған. Алғашқы әйелі Нейлия Хантермен танысқан кезде, болашақ енесінің нәпақаңды табу үшін не істемексің деген сұрағына Байден ақш-тың президенті боламын деп жауап берген екен. Байден 3 рет президенттікке үміткер болған. Алғаш рет 1987 жылы қатысып, шахтерлар отбасынан шыққандығы туралы, ғылыми дәрежесі туралы жалған ақпарат берген үшін кандидатурасын алып тастауға мәжбүр болған. Екінші мәрте 2008 жылы қатысып, Барак Обамадан жеңілген. Обама Байденді вице-президент етіп жұмысқа алған. Үшінші рет қатысқанда Дональд Трамптан басым түсіп, 2021 жылы 78 жасында ақш тарихындағы ең кәрі президент атанды. Бір 1978 жылы Байден екінші әйелі Джилл Трейси Джейкобске үйленген. Одан Эшли деген қызы бар.
Джо Байден әлі күнге дейін 1967 жылғы Corvette Stingray көлігін жүргізеді. Себебі ол көлікті Байденнің әкесі үйлену тойында сыйға тартқан. Кейіннен ұлы жаңа жылға сыйлық ретінде көліктің қозғалтқышын жаңартып берген. Байден әрдайым көлікке отырғанда «Әкем мен ұлым Бо есіме түседі» деген екен. Байденнің үлкен ұлы Бо Байден 2015 жылы 46 жасында ми ісігінен қайтыс болған. Байден Джон Кеннедиден кейінгі ақш-тағы екінші католик президент. ақш-тың христиан халқының басым бөлігі протестанттар. Байденнің вице-президенті сенатор афроамерикандық Камала Харрис. Вице-президент кезінде Байден сыртқы саясатпен көп айналысқан. Ол Ауғанстанда американдық әскерді көбейтуге және Ирактан әскерді шығаруға қарсы болған. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.